қазақша көрсетпейсіз. Меня снимать не нужно. Во-первых, вы должны спросить разрешение, можно ли снять Жоқ, қазақша наш разговор көрсетпейсіз. или нет. Я не буду с вами разговаривать. Мен орысша сөйлеуім керек, Я могу на вас в суд подать за то, что вы меня незаконно снимаете. жарайды. Все. Сіз сотқа жазыңыз. Сіз маған қазақша қызмет көрсетпейсіз. Я не разговариваю на казахском, потому что русский приравнен к государственному языку. Жоқ, енді мен орысша сөйлеуім керек па сізге? Хорошо, а я не разговариваю на казахском. Вы не разговариваете на русском. Все, о чем нам говорить сейчас? Енді мен мына жерден қызмет алмауым керек па не? Сіздер қызмет көрсетпейсіздер ма? Камеру выключите. Мен сізге ескерттім, мынау жұмыс орны ғой. Жеңімпаз. Сіздің үйіңіз емес қой бұл жер. Сіз маған орысша сөйле дейсіз ба? Кешіріңіз, бұнда кім бар қазір? У нас нету казахскоговорящих. Жоқ, сіз маған айттыңыз, маған орысша сөйле дейсіз ба? Говорите на русском, если вы можете. Жоқ, мен орысша білмеймін ғой, не істеймін? Хорошо, я не понимаю на казахском. Енді? Все. Енді мен кете берейін бе? Можете через переводчик перевести. Қаяқтан? Көшеден алып келейін ба? Вот, включите переводчик и переведите мне, что вы хотите Жоқ, маған сказать. шақырмайсыз ба? Басқа адам мына жерде көмектесетін адам бар ма, жоқ па, маған шақырмайсыз ба? Вы сейчас что от меня хотите? Чтобы Что, я Мань? на казахском заговорила? Жоқ, мен келуім керек қой, енді мен мына жерден қызмет алуым керек Нет у қой. нас казахскоговорящих людей. Енді сіз маған орысша сөйле деп тұрсыз ба? Переведите на казахский Жоқ, язык өзіңіздің через телефоныңызды переводчик. алыңыз мына жерге. Сіз қазақша көрсетпейсіздер бұл жерде. Онда былай істейік. Мен заявление жазамын. Сосын кезігеміз. А маған мына жерде қазір қызмет көрсетесіздер. Хорошо, я на вас тоже заявление напишу.